Алланың қалауымен Құдайдың рахымы түскен Арафат деген жерде тұрмыз. Бұл Арафат үлкен қажылық кезінде міндетті түрде дұға жасау үшін келетін жер. Ал енді үлкен қажылықтан басқа уақытта зиярат етіп, адам атаның дұғасын қабыл алған жерін көріп қайтуға болатын бір керемет жер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадис бар, қажылық бұл Арафат деген. Яғни үлкен қажылықта құрбан айттан бір күн бұрын осы Арафат жазығында, осы Рахмат тауында міндетті түрде қажылар болу керек. Егер құрбан айттан бір күн бұрын Арафат тауында осы жерде болмайтын болса, ол кісілердің қажылық болып есептелінбейді. Сондықтан біздің тарихымызда Құнанбай бастаған бірнеше ізгі жақсылардың сол елден үлкен қажылық ниет етіп шыққан кезінде осы жерге, осы Арафатқа бір күн кешіп келген. Осы мәселе үшін келесі жылғы үлкен қажылыққа қалып қойған болатын. Алла тағала баршаларыңызға осы қасиетті мекенде тұрып дұға жасайтындай Алла жәрдем берсін, жеңілдік берсін.